Сәлем достар! Бүгін біздер н мен ыңды ажыратуды үйренеміз. Бірінші, дыбыстардың жасалуына мән беріңіз. Мәселен, н дыбысын айтқанда тілдің ұшы тіске тиеді, ал ыңды айтқанда тіл артқа шегінеді. Дыбыстардың жасалуында едәуір айырмашылық бар. Н дыбысын айтқанда н-дан кейін ы дыбысы қосарлана естіледі, яғни н түріндегідей. Бұл жазылуы емес, естілуі. Ал ың дыбысын айтқанда ы дыбысы ыңның алдына шығып кетеді. Ы дыбысы арқылы дыбыстарды оңай ажыратуға болады. Ың дыбысы сөздерде аз кездеседі. Сол себепті сөздерді жаттап албақ үйренуге болады. Бұлардың барлығы бір түбірден өрбіген сөздер. Мысалы, жаңа, жаңалық, жаңаша, жаңашыл. Жең, жеңіл, жеңілдік, жеңілтек, жеңіс, жеңімпаз, жеңге. Тың, тыңдалым, тыңда, тыңшы, тыңайт, тыңайтқыш, тыңғылықты. Таң, таңғы, таңертең, таңшолпан, таңба, таңдай, таңғажайып, таңда, таңдау, тағы да басқа.